Hello everybody, welcome back to my channel. In this today's video, I'm gonna show you how we conjugate the verb go in the present simple. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен go етістігін жіктеуді үйренетін боламыз. Осы шақта жіктейміз, яғни. Алдыңғы сабақта біз сіздермен осы шақ туралы айтқан болатынбыз, яғни қазіргі орын алып жатқан әрекет, жалпы орын алатын әрекет. Сонымен go етістігі бізде бару деп аударылады. Мен барамын дейтін болсақ, I go, сен барасың, немесе сендер барасыңдар, you go, ол барады, он, то есть he goes, ол барады, she goes. Мына жерде қараңыздар, go-ге и s әріптер жалғанады. Осы шақта he мен she-ға, және it те тоже жалғанады. Келесі, біз барамыз, we go, сендер барасыңдар, кешірім сұрайым, ол you go болып аударылып кетті уже, they go, олар барады. Енді бұйрық рай, жай ғана go болады. Бұйрық райда сен бар деп айтатын болсақ та, барыңдар деп айтсақ та go болады. Ал егер давайте пойдем деп айтатын болсақ, let's go деп айтамыз. Енді сөйлемдер құрап жіберейік, мысал ретінде. Біз бүгін дүкенге барамыз. We go to the shop today. Сен ертең сабаққа барасың деп айтсақ, you go to the lesson tomorrow. Мен мысалы концертке барамын деп айтатын болсақ, I go to the concert деп айтамыз. Мысалы, ол үйге барады. She goes home деп айтамыз. Бұл етістікпен жалпы мысалдар бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер де ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер қаласаңыздар, тағы да алдағы уақытта пайдасын тигізіп жатса, осындай видеолар көбірек салып тұрайын. Назарларыңызға көп рахмет.